Ассалаумалейкум достар, короче, сразу правиланы көрсетіп жіберейін, қалай тартылу керек. Күнекке асыласыздар. Чуть-чуть шире плечи ұстайсыздар. Ерті жібересіздер. Тартыласыздар, осылай, мойынға асырасыздар. Тағымызды жіберу керек. Былай тұртау оңайды. Артқа кету керек. Осылай асыздар. Осылай тартыласыздар. Сайғалас осындай раскачкалға болмайды. Аяқты екі ұстауға, немесе ауада шолға болмайды. Аяқты осылай біріне тік ұстау керек. Ал енді қалай қатысамыз? Яғни сағат 11-ге дейін регистрация болады. Сол регистрацияға дейін үлгеріп баруларыңыз керек. Бірақ енді үлгермей келіп қатысқандар да болды. Бірақ енді үлгеріп барғаның өзіңе де жақсырақ деген сияқты. Сосын 9 категория болады. Яғни жасқа, салмаққа бәріне қарап бөлінеді. Смело бара беріңіздер. Если салмағың ауыр болса, сен 20-дан көбірек тартылсаң, уже саған шанс бар примерно. 18 жасқа дейінгілерде. Мысалы, біз барған жерде 18 жасқа дейінгі 70 килограммдағы балдар 9 тартылып, 3-ші орын алған бала болды 70 килограммда. Ал 1-ші орындағы бала 17 тартылған болады. Ал кіші салмақтарда кішкене қиындау болады. Мен 29 тартылып 2-ші орын алып қалдым. Болды, короче. Бля, нормально түсірілмен. Жарыстың қай жерде және де қай уақытта болатын қазір емес, қысқасы қазір экранға шығарам, көрсеңіздер болады. Және де комментарийға телеграм группасының ссылкасын жасап кетем. Сол жерде кіріп, барлығын көріп, біліп отырсаңыздар болады. Сол жерде яғни кімнің неше тартылғанын барлығын көрулеріңізге болады. Арнаға тіркеліп лайк қосып, коммент жазып кетіңіздер. Сіздердің болған мен Жоха. Давайте.